ең бірінші мыстан кейін қандай металл жасады? қоладан нені игерді? Темірді игерді. Алғашқы адамдардың бірлестігі не деп аталды? Трас бірлестігі. 20-30 адамнан тұратын істер түсірдіш. Тобыр деп аталды. Тобырда мен неге бірікті адамдар? Руға бірікті. Руға неге бірікті? Адамдар. Тайпаға бірікті. Енді ойлап, алғашқы адамдардың кәсібі қандай дейді? Қайта есімізге түсірейік. Терімшілікпен адамдар неге алғаш рет малды қолға үйретті? Не үшін? Оларға азық керек болды. Табиғаттың бір өзгерісі болды ма? Қандай өзгеріс болды табиғатта? Сондықтан малды қолға үйретуге тура келді. Көшу үшін ба? Табиғаттан осыдан 100 мың бұрын не түсіреді? Табиғаттан қатты су болып не жойылып кетті? Жануарлардың тегі түрі саны жойылып кетті. Үнемі анаулап жүру қиынға соқты да, жануарларды адам неге үйрете бастады? Қандай шаруашылық шықты? Терімшілікті үнемі айналыса беру өте ауыр еңбекті талап етті да, бірақ адам нені түсінді? Егіншілікті қалай жасар еді? Жерге түскен дәнді қайтадан бүгін біз сол тас дәуіріндегі адамдардың еңбек құралдары, терімшілік, аң аулау, мал шаруашылығының шығу себебі, егіншіліктің шығу себебі туралы танысамыз. Бірінші мәтінді 162 мәтінді толық оқып алайық. Қазір бірінші жұппен жұмыс істейміз. Мәтінді оқып алайық. Басымызды көтерейік. Тақтадағы сұраққа қарайықшы. Еңбек құралдары неден жасалынды? Әлі көрейікші. Алғашқы адамдар еңбек құралы неден жасады? Неден жасады? Тастан жасалды. Жақсы, отыр. Нұрсұлтан, алғашқы адамдар қандай кәсіппен айналысты деді? Сосын алғашқы адамдар сұраққа қараса, алғашқы адамдар терімшілікпен аулаумен айналысты. Жақсы. Мына жерде Зарина айтшы, алғашқы адамдар бірлестігі қалай аталды? Ең бірінші бірлестігі? Тобыр деп аталды. Тұрақ тобыр болды. Адамдардың алғашқы бірлестігі тобыр деп аталды. Тобырдан кейінгі рулы, ауыл, сосын тайпаны. Жақсы. Келесі назерке тұра ғой. Алғашқы адамдар өмір сүрген кезеңнің тарихи дәуірлері. Қандай дәуірлерді білеміз? Қандай дәуірлер? Балдар көмектесіп жіберейікші. Тас дәуірі бірінші кезеңде болады ғой? Жоқ, тас дәуірі. Ерте тас дәуірі, орта тас дәуірі, жаңа тас дәуірі есімізге түсірейікші. Ерте тас дәуірі не дейді? Палеолит неге? Мезолит неге? Ерте тас дәуірі қайтадан алыш. Ерте тас дәуірлері. Бірінші неолит. Как она это смотрит? Палеолит. Неолит. Жақсы. Расул қайтап айтып тұршы. Тас дәуірлері. Палеолит, мезолит, неолит. Неолит. Дұрыс қой, иә? Неолит. Жақсы.
Alғашқы адамдар өмір туралы қандай деректен білеміз? Олар таспен құрал жасаған, Қазақ жасаған. Басқа қазақ жасаған. суреттерден білеміз. Сосын тағы неден білеміз? Еңбек құралдары. Еңбек құралдары қайда табылды? Олардың жасаған еңбек құралдары ескерткіштің орындарынан табылды. Қазақстанда бірнеше сондай тас дәуірінің тұрақтары табылды, иә? Жарайды, жақсы. Енді алдарыңа сол алғашқы адамның кәсібі туралы жұптасыңыз. Кітапты былай бастырдық. Жұптас Аягөз маңына, Зарина Назерке, мына жерде сурет бойынша сол туралы оқыңдар. 5 минут уақыт жұптаса оқыңдар. Ана жердегі иә. Артына сипаттайсыздар. Термішілік дегеніміз не? Аналог дегеніміз не? Термішілік дегенде суретке қараңдар. 5 минут уақыт. Сонда термішілік дегенді. Не істейді термішілік адамдар? Жаңа мен оқуды жазайық. Ата қалай болады? Албетте, не қарайды. Бірден жерден айтып жаза берсін. Tamam, ben okumak açısından bir var. Okumak açısından. Kilisi nasıl? Kilisi var. Aa, oldu. Andrea olmalı. Mungkin olmalı mesti. Kalau lagi, waktu itu tanah atau lagi cuti di jalan benar. Usul itu, jangan jinsi kira kira kuning kena kira gitu. Ayo dia awalnya itu pusat. Ini kan nama, ya. Термішіліктің көбіне ер адамдар айналысты, иә? Әйелдер мен балалар айналысты. Ал аң аулау не? Ер адамдар айналысты. Аң аулаудың тәсілі бар ғой. Қардан құлақты аулау, отпен үркітіп аулау деген естерге түсті ма? Иә. Иә. Мына жерде зарезерв, аң аулағанда қалай аулайды? Отбасы отпен үркітіп немесе жазған құлақты аулады. Сен мына жерге жаза бер. Bir minuttan жұмысты тоқтатамыз. Bir minuttan кейін. Қояйық. Ручканы қоямыз бәріміз. Жазғанымызда оқып шығайық. Екеуміз жұптасып жазғанымызды оқып шығыңдар. Жұптасып оқыңдар жазғандарыңды екеуің бірігіп оқыңдар. Бірігіп оқыңдар. Жазғандарыңды
Ortalama tanesi Zarina uçtan koyarız. Uçtan koyarız. Tanesi ortalama. Endi toplar bo'lib bir-birimizga bog'laygan, sen toplarni ma'lum beringlar, ana toplarni qadr bo'lib, tansalar xizmatlarini ma'lum berib, Zarina kelib, uçtan koyadi. Bak kesinlikle size şey koyunlar, nasıl kariyerim. Akıl şunları zaman geçti. Akıl şunları da çıkmış ya. Akıl şunları da çıkmış. Kim yeken? Kim doktoran da çıkmış. Yani ne? Zarina. Hadi bir oldu. Hadi marjan. Biliyorum sonrasında. Hadi hadi diye. Yani anladım. Bir-birlikler tanışışında, yani almasırasında, yani sanatın vaktinin almasırıp tanışışında, yani tanışıp olandan eğitim büyümesidir. Zarina, Zarina, kadar oldu. Seni okumanı, baştan okumanı, almasırıp küçüğünde tanışışında, tanışıp olandan eğitim çocukları, o kışınları, tanışışında, Tamam. Birisi şu şarkısı. O bunlar. O bunlar. Birisi şu arkadaşlarıyla. Birisi şu şarkısı. Sağlık alması durumda. O bunlar bir parasıdır. Ya, ne olursa böyle alması için. Bizim yerimiz. Her alması sırasında da bir şarkı yaşansa aslında. Birisi şu aslında bu kişiler dediğim ben de okumam. Ya, ya da oktas bulup var. Ortaga koyunda yeni var. Arkamda anlatıpan geliyor. Üç taraf koyar. Üç taraftan kayısına 20 şurdudan erkayısına silah edilir. Silahı soğuyalımda. Orta koy toplası şişilir. Kayığa 20 taraftan kayığa gelen akbarattan 20 şurdudan silah o iğnesi aparat verisi gibi. Uyarlar. Kayısına bu silah edilir. Kayısına bir şurduz, kayısına 20 silah edilir. Sizlerge kayısına bir şurduz, kayısına 20 silah edilir. 20 şurduz bana bilesinler. Bileğimde bir şurduz, iğnesi 20 şurdudan verilir. Çünkü oynasınlar. Kayısına oynasınlar. No, 20 şurduz verilir. Bana şurduz verilir. Uyasınlar. Ya uyasınlar. Ya. Ya mana 20 şurduz verilir. Şurduz var. Ya hiç o seviyeye koyacak karamayız. Şuradan bir demez. Efendim 20 şurduz ya bir şurduz onu da rakipler milyonda. Milyonda. Жақсы. 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 Сендерге аға топтан осылай хабарлама келді. Міне, өздерің парақтарыңа. Мына бір жұлдыз бердіңдер, мынаған екі жұлдыз, мынаған екі жұлдыз. Әне парақтарды ала қойыңдар. Мынау ай жұлдызбен, Әлина екі жұлдыз, Наргизамен Расулға бір жұлдыз, Нұрсезіммен Расулға екі жұлдыз. Так, ойлы солған қосылға қойып, енді келесі деген ерекшелік мал шаруашылығы деген нәрсені оқып алайық. Біріміз нәрсені оқимыз. Қазір топпен жұмыс істейміз. Ортаға қойыңдар, қазірда тапсырып аласыңдар үстіне қойыңдар. Қазір
қояйық. Есіңізге түсірейік, мал шаруашылығы қалай қалыптасқан, егіншілік қалай қалыптасқан, мәтінге тағы көшіп дейік, қазір топтасып, топтық жұмыс жасаймыз. Сәл ғана ойланып алды, мәтінге қайтадан көшіп өтінде. Сонымен, мал шаруашылығы неден келіп шыққан? Ерте темір дәуірінде ауа райы өзгеріп, ешпелі мал шаруашылығы қалыптасқан. Жалпы аңғылаудан қалыптасты, мал шаруашылығы, иә. Ал егіншілік неден қалыптасты? Терімшіліктен. Кітапты жауып ортаға қояйық бәріміз. Кітапты жауып ортаға қояйық. Қазір 5 минут уақыт, 5 минут қарап бердім. Мал шаруашылығы егіншілігі сұраққа үшеуіне бірінші жұптасып үшеуіне жауап береміз. Содан кейін осы ақпаратымызды қазір не бар? Коттер бар, несі бар, соған толтырамыз. Зарина, мен қалып. Ортада үш сұраққа жауап береміз. Кітапты жауып ортаға қоямыз. Сен жарты не қаласың сен үшін? Үш сұрақтан берілген не бар? Әр сөйлеп қалды, үш сұрақ соған бірлесіп жауап берейік. 5 минут уақыт, үш сұраққа жауап береміз. Я сұрақ жауап жазыңдар. 5 минут уақыт жүкпен ойласып аламыз. Aslında üç sıraktır. Yok, bilmiyorum. Nasıl? Yok, Ойлап жауап беріңдер. Ана жаза беріңдер бір бес. Басын шығардыңыз. Алып, жауап беріңдер. 5 минут уақыт. 1 минуттар кетіп па, 4 минуттан кейін. Жануарды қолынан үйретті. Жануарды қолынан үйретті.
Bir minut sonra жұмысымызды тоқтатамыз, тоқтатып істейміз. Жоқ, қазір тоқтасып бір әне болды. Қояйық. Ойлаңыз. Сендер қай мал шаруашылығы екінші қай туралы ақпаратты көбірек жаздыңдар? Мал ма екінші мал шаруашылығы туралы. Сендер қай шаруашылыққа ақпарат көп жаздыңдар? Мал шаруашылығына. Мал шаруашылығы. Былай. Сендер мал шаруашылығы туралы, сендер егіншілік туралы жазғандарды ақпараттарды жиналды, ағарып бәрін жиналып, түрлерінде бір-бірлеріне ақпаратты бөлісіңдер. Bir 2 minut ulaşıp birbirlerine bölüsüyle tekrar konudan durup bir başarılı kural aparatımızda okuşayım. Yani çıkar listeleri poster yine bir şey bu yapmalılar. Yani ben bir bu istedim. Şimdi жасап айтып келем ғой. Айтып олар şimdi жасап тұрады. Бірінші ақпаратты солай. Мал шаруашылығы туралы қандай ақпарат көбірек 2 минут бар. Bir егіншілік туралы, иә? Size bakar mısınız ya? Şöyle burada yeter. Ortamızdan kilimizde bizlere akşayma poster parçası dedik. Sizler bilgisi turalı, sizler başarılı turalı. Yani her bir şey eksik boyaz falanız. Esizin. Buna bir gün sürütte kıyıp darıfırsan da oları. Başarılı ilgisi turalı. Bir gün sürütte kıyıp darıfırsan arttırma kaçırdı. Fırsatında ama ben niye? Fakirler böyle yarış fakirler biraz bağlılar. İnsanları konuş veriyor. Yani ulaştı, havayı sıfatlar ulaştı. Fakirler ne kadar diye başlar diyorlar. Gelişler. Onlar da ne cüzgün polis. Birinci yazdı. Sonra parayı akvaryumda bize bir şey satıyoruz zaten. Kalite peşinde. Ne var sizde diye? Ah, skoç. Maaş mı alıyorlar? Uzakta. Bu da biraz Biz yıl vakit akşam olarak konuşacağız. Bu da başka. Bu da sizin kadar.
Не жазасыңдар. Жазыңдар. Не жазады? Жазып ойлап салдар деймін. Бір қалай болып жазасыңдар? Бес минут уақыт. Ойларыңыздың идеясы тамаша екен. Сіздар жақсы идея. Тамаша, қыздар деген суретшіден тамаша. Сендер не істеп жатырсыңдар? Әрқайсысы бір сөзден алды. Ой, мынау идея қоқыс деген тамаша екен. Әрқайсысы бір сөзден алды. Жақсы. Сендер жазасыңдар? Көрден болып, көрмен жазасыңдар ма? Матермен жазсаңдар да болады. Minut uақыттарың бар. 3 минут уақыттарың бар. Бұларда осыны жақсы жазып екен. Бір есік ашып істеп жатыр. Bir minut uақыттарың қалды. Bir minut. Bir minut uақыттарың. Mына жерде скотчтан мына жаққа жазайын. Тас болыңдар. Уақыттары бітті кәне. 2 стоп түсте 2 стоп деп жазыңдар.
Sayfalarda bir stop. Tam açık bulup. Onlar bu travmalar kadar. Kolay bağlı ben. Bu da öyle. Her bir konuda ben. Ne konuda ben. Her bir konuda şamalı. Araştırdık diyor. Yani navlardan sticker bir sticker aldılar. Tüm şamalı. Sticker aldılar. Onlara bu standart bunlar bir sticker uç kaldı. Yine devam eder. Hazır sticker sticker bir stop, yeni stoptan fazla prezentasyası okusunlar var. Екі жұлдыз бірлік деген, екі жұлдыз деген екі жас жағы бір ұсыныстан. Мынандай болғанда деген, сендер бір жұлдыздың жазған презентациясынан оқисыңдар, бәрін келіп оқыңдар. Сөйтіп қолдарға өш, мен екі жұлдыз деген жақсы жақ бір ұсыныс жазыңдар. Кәне, бір жұлдыз, екі жұлдыз, бір жұлдыз оқитын. Екі жұлдыз бір ұсыныс үстіне жазып кетеміз. Sticker nasıl? Ajayla üstüne ekleriz. Ucunda var, kaçan üstüne ekleriz. Потом первая интервью, потом вот, смотрите, здравствуйте. Жоғары жағына ашық жерге сұраған намез жазып қойсам. Намез, орынға жазып. Ашық жерлер түптетіндер. Жақсы. Қазір сендер өздеріңе келгенде осы комментарийларға оқисыңдар өздерің. Оған да отыра тұрыңдар. Өздерің тұрмал карталап комментарий өздерің оқисыңдар. Болған жағы. Әлемде болсаң жақсылық та бар деймін. Orada отыра тұрыңдар, сіздер. Отыра тұрыңдар, қазір өздеріңе берген комментарийді оқисыңдар. Отыра тұрыңдар. Ойына бірінші топ деген белсенді қойып қойсын. Отыра тұрыңдар. Жарайсыңдар. Қазір өздеріңе берген екінші